Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағы бірінші сабақ. Сөйлеу не үшін қажет тақырыбы. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпа. Сабағымызды бастайық. Сөйлеу не үшін қажет? Балалар, сөйлеу не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Бізге сөйлеу адам өзінің ойын дұрыс жеткізе алу үшін, және адамдармен жақсы қарым-қатынас орнату үшін, және де көптеген қызықты мәліметтерді білу үшін қажет екен балалар. Яғни біз сөйлеу арқылы өз пікірімізді айтып, көңіл күйімізді жеткізе аламыз, иә? Бірінші суретке назар аударайық. Суретке қарап оқиық балалар. Суретте балалар және жануарларды көріп тұрмыз, иә? Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінісуі үшін қажет дейді. Міне балалар, мына мәтінде де айтып тұр. Адамдардың бір-бірімен түсінісіп, бір-бірімен қарым-қатынас жасауы үшін біздің сөйлеуіміз қажет екен. Біздің сөйлеуімізге тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады екен балалар. Яғни біз құлағымызбен тыңдаймыз және аузымызбен айта аламыз, оқи аламыз және оны бар ойымызды жинақтап жаза алады екенбіз, иә балалар? Сонымен суретке тағы бір назар аударайық. Бұл жерде айтып тұр, адамның барлығына, яғни сөйлей алу қабілеті берілген екен. Ал жануарлар, өсімдіктер, басқа тіршілік иелері сөйлей алмайды, тек қана олар дыбыс шығару арқылы ғана бізге бір белгі бере алады екен. Сонда сөйлеу тек адамға ғана тән қасиет, қабілет екен, иә балалар? Жақсы балалар, екінші тапсырмаға, екінші атуға назар аударайық. Өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар, әркімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан жануар. Бүркіт барыс қасқырда дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар дейді. Бұл жерде өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесің дейді. Яғни әркім өзінің тілінде сөйлейді. Адам ретінде сөйлейді, ал жануарлар, басқа да заттар, олар дыбыс шығару арқылы, яғни өздерін танытады екен балалар. Келесі сұрақ, жан-жануарлар сөйлей ала ма? Жоқ, жан-жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек қана дыбыс шығару арқылы өздерінің бар екендігін білдіреді. Үшінші жаттығу, көркем жаз. Әлдейінен ананың, үйрен ана тіліңді. Дәптерімізге жазып аламыз балалар, көркем жазамыз. Келесі төртінші жаттығу, сәйкестендір. Қарқылдайтын не? Қарға. Қаңқылдайтын не? Қаңқ-қаңқ ететін қаз екен. Шиқылдайтын не? Шиқ-шиқ ететін торғай. Ырылдайтын не? Ыр ететін ит екен балалар. Міне осылай сәйкестендіреміз. Балалар, назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.